үйде ерлі зайыпты екеуі ғана намаз оқығанда арадағы ара қашықтыққа мән берілуі тиіс. Имаммен қатарласып тұрмайды әйел кісі. Имамнан кейін ең аз жай намаз көлеміндей ұзақтықта тұруы тиіс. Бұл кең бөлмелі, яғни намаз оқитын жер кең болған жағдайға қатысты. Ал енді намаз оқитын жер тар болып жатса, онда жұбайы өзінің имам болып тұрған өзінің ерінің артында ең аз бір қадам немесе жарты қадамдай ұзақтықта, ара қашықтықта тұрады, имаммен қатарласып тұрмайды. Енді осы жерде мынаны айта кетелік, имамнан кейінгі қатарда ер кісілер тұрады. Одан кейін барып әйел жамағаты сап құрады. Яғни үйінде ұлы, қызы, әйелі бәрі бірге оқыған жағдайда бірінші имамнан кейін ұлдарын тұрғызады. Одан кейін барып әйел жамағаты сап құрады.